Түрмедегі выживание дегеннің не екенін Ермек сол жерде шын түсінген екен. Алғаш түскен күнақ бәрі өз ережесімен өмір сүретінін аңғарған. Тамақ аз, су есеппен, ал адамға деген сенім одан да аз. Бір күні Ермекті үлкендеу, сақалы селдір, көзі өткір бір қария шақырып алады. «Балам», дейді ол, «бұл жерде күш емес, ақыл аман алып қалады». Содан әлгі ата Ермекке бір қулықты үйреткен екен. Тамақты ешқашан бірден жемей, жартысын қалдырып қояды. Себебі түрмеде бүгін бар нәрсе ертең жоқ. Ал кешке қарай қарны ашқанда сол қалған ас алтынмен тең. Тағы бірде су тоқтап қалады. Бәрі шулап, ашуланып жатқанда Ермек сабыр сақтап, таңертеңнен құтысына су жинап қойған болып шығады. Сол күні талай адам оған қарап, «Сен қайдан білдің?» деп таң қалған. Ермек тек жымиып, түрмеде ең қауіпті нәрсе аштық емес, алғырлық депті. Ең қызығы, бір қиын сәтте сол Ермектің сабыры мен адамгершілігі оны құтқарып қалған. Өзінен әлсіз бір жігітке көмектескені үшін кейін сол жігіттің арқасында үлкен бәледен аман шығыпты. Сол кезде Ермек бірақ нәрсені түсінген екен. Қай жерде жүрсең де, адам болып қалсаң тірі қаласың. Уақыт өткен сайын Ермек түрменің адамды қалай баяу сындыратынын көре бастаған. Алғашында темір есік, айқай, боқтық қорқынышты еді. Кейін соның бәрі фонға айналады екен. Ең ауыры үнсіздік. Әркім өз ойымен жалғыз қалады. Сол ой кейде адамды темірден де қатты қысады. Камерада 12 адам. Ауа жетпейді. Тер, дымқыл, қабырға, ескі көрпенің иісі. Түнде біреу ыңырсиды, біреу жылайды, түсінде айқайлайды. Ал біреулер мүлде ұйықтамайды. Көзін төбеге қадап, өткен өмірін қайта-қайта еске алады. Ермек солардың бірі болған. «Мен бұдан тірі шығам ба?» деген ой күнде келетін. Бірақ ол ойға берілсең біттің. Бір күні камераға жаңа адам әкеледі. Жас жігіт, қолдары дірілдеп тұр. Көзі алақандай болып кеткен. Оңдайларды түрмеде бірден таниды. Сынуға жақын. Алғашқы түнде ақ әлсіз екенін байқағандар оны қыса бастайды. Тамақтан, орнынан, бәрінен айырады. Ермек көріп отырып үндемейді. Себебі түрмеде біреуге араша түсу өзіңе өте қауіпті. Бірақ үшінші күні әлгі жігіт шыдай алмай жылап жібереді. Сол сәт Ермек бір шешім қабылдайды. Өзіне емес адам болып қалу үшін. «Жетеді», дейді. Даусы қатты емес, бірақ сенімді шықты. Камера тына қалады. Себебі Ермек айқайламайды. Айқай әлсіздік, ал тыныш сөйлеу тәжірибе. «Балаға тимеңдер. Кімде-кім мәселе іздесе, менімен сөйлессін». Сол сәттен бастап Ермекті ескі деп қабылдай бастады. Түрмеде ең қауіптісі жаңа емес, көп көрген адам. Бірақ бұл шешімнің салдары ауыр болды. Келесі аптада Ермекті түнде шығарып алып кетеді. Сұрақсыз, түсіндірмей. Тек қара дәліз, сықырлаған еден, суық бөлме. «Ақылдысың ғой», дейді біреуі. Ақылдылар мұнда ұзақ отырмайды. Сол түні Ермек көп сөйлемеді. Себебі әр сөз өзіңе қарсы қолданатын қару. Ол тек бір нәрсені ойлады. Ең бастысы, ішіңді сындырма. Ұрып соғу емес, қорлау қиын. Адамды адам емес, зат сияқты көргенде жаның ауырады. Сол сәтте Ермек Алладан бірақ нәрсе сұраған. «Мені тірі қалдыр, бірақ адамдығымды алма». Таңға жақын камераға қайта келеді. Дене ауырып тұр, әбден ұрған, бірақ рух әлі тірі. Әлгі жас жігіт көзін төмен салып отырады. «Ермек», дейді. «Кешіріңіз». Ермек басын шайқады. Бұл жерде кешірім сұрамайды. Уақыт өте келе сол жігіт Ермектің арқасында шынығып кетеді. Ал Ермек бір нәрсені түсінді. Түрмеде тірі қалу тек айла емес, таңдау. Қандай адам болып шығатыныңды таңдау. Түрмеде уақыт жүрмейді. Күн мен түннің айырмасы жоқ. Тек таңертең темірдің сарт еткен дыбысы, кешке тағы сол дыбыс. Адам соған үйреніп кетеді.
үйрену ең қауіпті нәрсе. Ермек бір айдан кейін адамдардың түріне қарап-ақ не ойлап тұрғанын сезетін болған. Кім аш, кім қорқып отыр, кімнің ішінде жаман ой пісіп жатыр, бәрі көзінен көрінеді. Түрмеде өтірік айту қиын, себебі бәрінің маскасы тез түседі. Бір күні камерада тыныштық тым ұзаққа созылды. Бұл жаман белгі еді. Әдетте шу болса, өмір бар деген сөз. Ал тыныштық бірдеңе болатынын білдіреді. Сол түні бір адамды алып кетті. Қайтып келмеді. Таңертең ешкім де сұрамады. Сұрау да артық. Түрмеде жоғалған адам туралы сөз қозғау өзіңе шақыру жіберумен тең. Ермек сол сәтте бір шындықты түсінген. Бұл жерде сені өлтірмей-ақ жоғалтып жібере алады. Кейін оның орнына басқа адам келді. Орта жаста, көзі суық, даусы бәсең. Камераға кіргеннен бастап бәрін өлшеп қарады. Мұндайлар өте қауіпті. Себебі олар эмоциямен емес, есеппен жүреді. 3 күн сөйлеспеді. 4-ші күн ғана бұл жерде ұзақ отырғандар бар ма деп сұрады. Ешкім жауап бермеді. Ермек қана ұзақ емес, тек әлі тірі жүргендер бар деді. Сол сәттен бастап әлгі адам Ермекті бақылап жүрді. Бір аптадан кейін төбелес шығады. Болмашы нәрседен. Бірақ түрмеде ұсақ нәрсе болмайды. Біреу екіншісін ұрады, үшіншісі қосылады. Айқай, қан, сосын бәрін алып кетеді. Ермек бұл жолы да шетте тұрмайды. Бірақ қол көтермеді. Ол тек адамдарды ажыратады. Себебі кейде араға түсу соғыстан да қауіпті. Сол үшін де жазалануы мүмкін. Карцер, 4 қабырға, ылғал, суық, еденде су, жарық әлсіз, мұнда уақыт мүлде жоқ. Бір күн бе, 3 күн бе білмейсің. Аштықтан бұрын ой жейді. Сол жерде Ермек алғаш рет өзімен өзі сөйлесе бастады. Өткенін, қателіктерін, айта алмаған сөздерін. Сол сәтте бір ой келеді. Егер осы жерден шықпасам да, ішімде бір нәрсе тірі қалу керек. Карцерден шыққанда ол бұрынғы адам емес еді. Бірақ жаман жаққа емес, қаттырақ болған. Камераға қайтып келгенде бәрі үнсіз қарсы алды. Себебі карцерден аман келген адам сынбаған деген сөз. Ал әлгі суық көзді адам сол түні Ермектің қасына отырды. Сен бұл жерге тиесілі емессің деді. Бұл жерде ешкім тиесілі емес деп жауап берді Ермек. Келесі күндері біртүрлі нәрселер бола бастайды. Сөздер, түнгі қозғалыстар. Ермек бір үлкен істің пісіп жатқанын сезеді. Бірақ сұрамайды. Түрмеде білмеген кейде аман қалғанын. Бір түні айқай-шу басталды. Қатты айқай, бір камерадан. Сосын бәрі тына қалды. Таңертең қан иісі кетпей қояды. Сол күні Ермек түсінді. Бұл жерде ең қауіптісі жаман адамдар емес, ең қауіптісі үйреніп кеткен жақсы адамдар. Кейін Ермекті басқа бөлімге ауыстырды. Себепсіз, ескертусіз. Бұл кейде қорғау, кейде үкім. Сол күні әлгі жас жігітті соңғы рет көрді. Көзі басқа, өзі басқа. Түрме оны өзгерткен. Бірнеше жыл өткеннен кейін бостандыққа Ермек шықты. Артына қарамады. Себебі қай жерлерге қайта қарасаң, ол жерге қайтып келесің дейді. Бостандыққа шыққанда Ермекті ешкім күтіп тұрған жоқ. Темір қақпа артында жабылған сәтте ғана ол бір нәрсені сезді. Қорқыныш. Түрмеде бәрі белгілі еді. Қашан жейсің, қашан жатасың. Ал мұнда еркіндік бар, бірақ бағыт жоқ. Алғашқы күндері қалаға сыймай жүрді. Дыбыстар қатты, адамдар асығыс, бәрі бір жаққа жүгіріп бара жатқандай. Ал Ермек асықпайтын. Ол асығудан шаршаған еді. Бір күні ол ботаникалық бақтың қасынан өтіп бара жатып тоқтайды. Ішке кіріп кетеді. Неге екенін өзі де білмейді. Мүмкін түрмедегі тас пен темірден кейін тірі нәрсені көргісі келген шығар. Сол жерде ол алғаш рет ұзақ уақыт бойы тыныш отырды. Ағаштардың арасындағы үнсіздік камерадағы үнсіздікке ұқсамайтын.
Бұл үнсіздік қыспайтын, керісінше кеңістік беретін. Кейін ол сол жерге қайта-қайта келе бастады. Бір күні күзетші: «Кешіріңіз, сіз күнде осындасыз ғой?» деді. «Иә», деді ермек. Осылайша ол ботаникалық бақта жұмысқа қалады. Ауыр жұмыс емес, су құю, қураған жапырақтарды жинау, көшеттерді қарау. Бірақ бұл жұмыс ермек үшін жай еңбек емес еді. Бұл өзін қайта құрастыру болатын. Жылдар өте ермектің жүзі жұмсара бастады. Камерадағы суық көз кетпесе де, оның артында ашу емес, тәжірибе ғана қалды. Ермек ол кезде 40-тың ортасына таяп қалған. Түрмеден кейін адамдарға емес, үнсіздікке үйренген еді. Ботаникалық бақтағы жұмысы оның панасы болды. Күнде бірдей жол, бірдей ағаштар, бірдей тыныштық. Ол үшін бұл өмір қауіпсіз еді. Бір күні баққа жаңа қызметкер келеді. Әйел, жасы 30-да шамасында. Киімі қарапайым, бірақ өзіне жарасып тұр. Көзі тым әдемі, тым байқағыш. Мұндай көзді ермек бұрын да көрмеген. Әрдайым айналаны өлшеп тұратын көз. «Менің атым Айсұлу», деді ол. «Уақытша жұмысқа тұрдым». Ермек басын изеп қана қояды. Ол көп сұрамайды. Түрмеден кейін адам туралы сұрақ қоюды қойған. Ал Айсұлу керісінше бірте-бірте сөйлете бастады. Алдымен ауа райы, сосын жұмыс, сосын өмір. Ермек алғашқында жауапты қысқа қайырады. Бірақ уақыт өте келе өзі де байқамай ұзақтау сөйлей бастағанын сезеді. Бір күні Айсұлу: «Сіз өзгеше адамсыз», деді. Басқалар сияқты емес, бірақ ол ұмытып қалған бір сезімді оятты. Олар түскі үзілісте бірге отыратын болды. Айсұлу көп тыңдайды. Уақыт өте ермек Айсұлуды күте бастады. Оның келгенін алыстан байқап, өзі де аңғармай жымиып қалатын. Бұл қауіпті белгі еді. Ол мұны білді, бірақ тоқтата алмады. Бір күні Айсұлу жылап келеді. Көзі қызарып кеткен. «Не болды?» деп сұрады ермек. «Ешкімге керек емеспін», деді ол. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Айсұлу өмірінің ауыр екенін айтады. Бұрынғы күйеуі, қарыздар, алданғаны, жалғыздығы. Ермек тыңдайды. Түрмеде ол тыңдау, көмектесудің ең қауіпсіз түрі екенін үйренген. Олар қалада бірге жүре бастады. Кино, шәй, ұзақ әңгіме. Ермек алғаш рет өзін қайтадан тірі сезіне бастады. Ол үшін бұл махаббат емес, соңғы мүмкіндік сияқты еді. Бір күні Айсұлу: «Маған уақытша ақша керек», деді. Құжаттарында мәселе бар еді. Ермек ойланбай жинап теріп жатқан ақшасын береді. Аз ақша, кейін тағы сұрай бастайды. Ол сұраған сумасын тауып беруге тырысып отыратын. Түрмеде ол көп нәрсе үйренген, бірақ жақсы көрген адамнан сақтануды үйренбеген екен. Кейін Айсұлу бірден жоғалып кетті. Телефоны өшірілі, жұмысқа келмейді. Ермек іздеді, баққа келеді, жоқ, үйіне барады, көшіп кеткен. Сол сәтте ғана бәрі анық болды. Ермек ешкімді кінәламады. Өзінде емес, ол тек бір нәрсені сезді. Ішіндегі бір тірі нәрсе қайтадан өлді. Айсұлу кеткеннен кейін ермек бірден өзгеріп кеткен жоқ. Алдымен ол жай ғана үнсізденеді. Бұрын ағаштарға қарап тынышталса, енді солар да жұбата алмайтын болды. Ол жұмысқа уақытында келді, міндетін атқарды, бірақ ішіндегі бір тірек құлап қалғандай еді. Бір күні ол баққа бармай қойды. Бір күн, 2 күн, 3 күн. Тыныштық енді ем емес, қашу болып кетті. Қалаға түсіп кетті, түнде жүрді. Адам аз жерлерді таңдады. Түрмеде таныс болған орталар өзіне өзі жол ашып берді. Бұрынғы әдеттер ұмытылмайды екен. Алкоголь алдымен көмектескендей болды. Ойды өшірді, ұйқы берді, бірақ таңертең бәрін 2 есе ауырлатып қайтаратын. Кейін ол жылдам ақша туралы ұсыныстарды ести бастады. Көп емес, ұсақ түйек. Біреуге бірдеңе апарып беру, сұрақ қоймау. Ермек үшін бұл бұрыннан таныс схема еді. Бұл соңғысы, деді өзін жұбатып. Бірақ соңғы деген ешқашан соңғы болмайды.
Бір түнде ол қате жерде, қате уақытта болды. Полиция, тексеру. Сол сәтте түрменің иісі қайтадан сезілді. Суық дәліз, темір есік, үнсіздік. Әйтеуір босатылды. Ермек үйіне келгенде қолы дірілдеп отырды. Ол сол кезде бір нәрсені анық түсінді. Тағы бір қадам бәрі қайталанады. Сол түні ол ұзақ жүрді. Қала шетіне дейін, ағаш аз, жарық аз жерлерге. Өзінен өзі қашып жүргендей. Таңға жуық біреу «Ермек» деді. Ол артына бұрылды. Бұл Серік еді. Серікті ол 10 жылдан аса көрмеген. Түрмеден бұрынғы досы. Бір кездері бір нанды бөліскен, бір қателіктен екі жаққа кеткен адам. «Сен тірісің бе өзі?» деді Серік. «Сені көптен іздеп жүрмін». Ермек күлді. Ащы күлкі. «Көріп тұрсың ғой, тірімін». Серік ештеңе сұрамады. Тек жүр деді. Олар бір ескі гаражға барды. Серіктің шағын шеберханасы бар екен. Темір жөндейді. Қара жұмыс, бірақ таза. «Мұнда қал» деді ол. «Кем дегенде өзіңе келгенше». Алғашқы күндері Ермек үндемей жұмыс істеді. Қолдары үйренген. Денесі шаршағанда ой азаяды. Бұл түрмеде үйренген тағы да бір әдіс. Серік көп сөйлеген жоқ, ақыл айтпайды. Ол Ермекті құтқаруға емес, қасында болуға келген еді. Бір күні Ермек өзі сөйлеп кетті. «Мен тағы құлап бара жатыр едім» деді. «Құлаған адам емес, қайта тұрған адам маңызды» деді. Айлар өтті. Ермек қайтадан таңды қарсы алуды үйренді. Алкогольді қойды. Көшедегі түндер тоқтады. Ол қайтадан ботаникалық баққа барды бір күні. Қарап тұрды. Бірақ қайтып кірмеді. Бұл тағы бір өткен өмір еді. Серікпен бірге шеберханада қалды. Қара жұмыс, бірақ адал. Бір кеште Ермек «Сен неге көмектессің?» деп сұрады Серіктен. «Бір кезде сен маған көмектескенсің, өзің білмейсің» деді. Ермек сол сәтте бәрін түсінді. Өмір кейде бір жақсылықты 10 жылдан кейін қайтарып береді екен. Жылдар өтті, Ермек қартайды, бірақ ішіндегі адам әлі сынбады. Ол енді ешкімге үлкен сөз айтпайтын. Тек кейде жас жігіттерге «Қараңғы жолға түсу оңай, қайту өте қиын.